Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі әдемі болып шығатын блиналардың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: 2 жұмыртқа, 1 чайный ложка тұз, 1 чайный ложка секер, 300 мл сүт, 30 мл сұйық май, 150 грамм ұн, 1 чайный ложка разрыхитель және укроп керек болады. Біз алдымен жұмыртқамызды жарып саламыз. Содан соң секерімізді, тұзымызды, сүтімізді құйамыз. Және разрыхитель. Ең соңынан сұйық майды құямыз. Және ең соңынан туралған укропымызды салып жібереміз. Міне біздің блиналарымыз да дайын болды. Ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.